Балам, әпкем үшеуміз Астана қаласының триатлон паркіне келдік. Бұл жерде жаттығу жасайтын осындай құрылғылар бар. Жүгіретін жер бар, әдемі ағаштары бар. Бұл жерде қайың да өседі, қарағай да, басқа ағаштар да өседі. Біраз жаттығу жасағаннан кейін ағаш арасына барып демалайық дедік. Мынау жүгіретін жер, ал мынау ағаштардың арасы. Қараңыздаршы. Бұл жерде кілең, жабайы шөп, жабайы гүлдер өседі. Қала гүлдерін үйреніп қалғандықтан, мынадай дала гүлдерін көргенде балалық шағымыз есімізге түсіп, балаша қуанып, ерекше бір сезімге бөленесің. Ақ, сары, қызғылт гүлдер өсіп тұр. Бала мінеке қисайып жатыр, ауа тап-таза, иісі жұпар мүңкіген дала шөбі, көлеңке, самал жел. Қаланың шуынан осындай табиғат аясына келіп демалғанға не жетсін. Әрине табиғатымызды аялайық, таза ұстайық. Осы саябақты күтетін адамдардың еңбегін бағалайық. Табиғат аясына рахметімізді айтып, сергіп, үйімізге қайттық.